Баршаңызға сәлем. Анықтамаға сәйкес, жер бетінде 251 мемлекет бар. Олардың ішінде танылған, танылмаған, тәуелді және еркін, үлкен және кішісі. Олардың әрқайсысы бір кездері өз атауын алды. Бірақ ол қайдан пайда болды? Әлемдік географиялық атаулардың Оксфорд сөздігіне сәйкес, көптеген мемлекеттер келесі категориялардың біріне жатады. Әрине, әлемдегі қазіргі заманғы елдердің атауларының ең көп саны, дәлірек айтқанда, 3-тен 1-і ежелгі адамдар тобының атауынан шығады. Оған Еуропа жақсы мысал бола алады. Францияның атауы франктардан, Италия виталдар тайпасынан, Швейцария швейц кантондарынан шыққан. Сонымен қатар, Орта Азиядағы көптеген мемлекеттер ежелден тұрып келе жатқан этникалық топтардың атауымен аталады. Мысалы, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан. Әлем елдерінің атауларының 4-тен 1 бөлігі аумақтың белгілі бір ерекшеліктерінен шыққан. Алжир өзінің астанасы Алжир қаласының атымен аталған. Ол аралдар дегенді білдіреді. Черногорияның соңғы аты Қаратау дегенді білдіреді, және елдің оңтүстік батысындағы Ловчен тауына қатысты. Исландия шынымен мұзға толы. Сонымен қатар, жердің ерекшеліктеріне қатысты атаулар әлемнің түкпір-түкпірінде шоғырланған отарлаушылар шекаралары белгіленген елдер ие. Бұл таңқаларлық емес, өйткені бейтаныс адамдар өздерінің алдарында ештеңеге ұқсамайтын жаңа жерлерді көрді. Мысалы, Коста-Рика испан тілінде бай жағалау дегенді білдіреді. Осылайша, елді 16 ғасырдың басында Христофор Колумб қойды. Өйткені ол өзінің тобымен бірге бейтаныс жерге түскенде жергілікті тұрғындар ауыр алтын зергерлік бұйымдарды кигенін көрді. Теңізшілер алтын мен пайдалы қазбалардың көптігі туралы шешім қабылдады. Бірақ олардың қате екендігі белгілі болды. Бірақ аты өзгермеді. Португалиялық зерттеуші Педро Кампос Барбадосқа есім берді. Лос Барбадос сақалды дегенді білдіреді. Саяхатшылар бұл аралдағы інжір ағаштарын солай елестетті. Аргентина өз атауын латынның аргентиум күміс деген сөзінен алынды. Бірінші испандық жаулап алушылар Рио де ла Платаны ашты. Ол кейбіреулердің пікірінше күміс толы болды. Шамамен 25 ел географиялық орналасуымен аталған. Мысалы, Қытай орта патшалық дегенді білдіреді, ал Жапонияның түпнұсқасы күн шығыс ел. Мұндағы қисын Жапония Қытайдың шығысында, яғни қытайлардың көзқарасы бойынша күн шығуы бағытында. Норвегия солтүстік бағыт, Австралия оңтүстік дегенді білдіреді. Өйткені ел оңтүстік жарты шарда орналасқан, және ежелгі гректер оны Terra Australis Incognita деп атаған. Белгісіз оңтүстік жер. Австрия бұл шығыс патшалығы. 9 ғасырда ел Франк империясының шығыс аумағында болды. Сонымен қатар славян жері мен неміс елді мекендерінің шекаралас аймағы болды. Ұлы Карл елді Остмарк деп атады, яғни шығыс шекара аймағы. Тағы 25 шақты мемлекет маңызды тарихи тұлғаның атымен аталады. Әрдайым дерлік ер адамның аты. Кейбір мысалдар айқын. Филиппин 16 ғасырдағы испан патшасы Филипптің атымен, ал Боливия венесуэлалық революционер Симон Боливардың есімімен аталған. Маврики 16 ғасырда голландиялық шенеулік Морис Нассаудың есімімен аталады. Америка Құрама Штаттары өз атауын 1400 жылдардың аяғында еуропалықтар ашқан континенттің Үндістан емес екенін түсінген флоренциялық саяхатшы Америка Веспуччидің атымен аталады. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып кетуді ұмытпаңдар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңдар.